Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сыр қосылып жасалатын өте оңай әрі дәмді болып шығатын құймақ дайындайтын боламыз. Литр видеом соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Бізге 2 жұмыртқа, су, ұн мен разырғычел, құмшекер және сыр керек болады. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз бен құмшекер қосып, жақсылап миксерлейміз. Енді үстіне су, ұн және разырғычел қосып араластырамыз. Массамыз осында сұйық болып шығады. Енді үккіштен өткен сырымыз бен чеснокты қосып араластырамыз. Осы кезде қаласаңыздар, аскөктерде қоссаңыздар болады. Қамырымыз дайын болды, осындай қоюлықта болады. Енді құймақты қызып тұрған табада кішкене ғана майға пісіреміз. Біздің құймағымыз дайын болды, өте оңай, жұмсақ, дәмді болып шықты. Метрді жасап көріңіздер, видеомды лайк басып арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.